Сәлеметсіздер ме? Жыл сайын помидорларды осылай өз шырынында дайындаймыз. Сіздерде дайындап көріңіздер. Банкілерімізді стерильдеп аламыз және ішіне лавр жапырағын, хрен, укроп, ашы бұрыш, қара бұрыш, чеснокты саламыз және іріктеп алынған қатты помидорларымызды салып, алдын ала қайнап тұрған суымызды құйып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін қалған помидорларымызды турап, жарты сағаттай кастрюляда осылай жұмсарғанша қайнатып аласыздар, және осында блендерлеріңіз болса, жақсылап шайқап алсаңыздар болады, яғни езіп аламыз. Егер блендер болмаса, мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Әрі қарай қантын, тұзын дәміне қарай қосасыздар. Мен қантын кішкене көптеу етіп саламын. Суын төгіп тастап, шырынды құямыз және қақпақтарды 3-4 минуттай қайнатып, жауып тастаймыз және жылы жерге толықтай суығанша қоямыз. Қысты күні рахаттанып жесеңіздер